Сәлем достар, мен сіздерге бүгін шие жабудың әдісімен бөлісетін боламын. Құмшекерімді бірінші салып алып, өлшеп саламыз. Сосын үстіне су құйып, құмшекер мен суымызды жақсылап араластырып, құмшекеріміз ерігенше араластырып аламыз. Құмшекеріміз еріп болған соң, шиемізді үстіне салып шығамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып қайнағанша, қайнаған соң бір қозғап, бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Және қақпағымызға ыстық қайнап тұрған суды құйып, сосын парт еткен банкімізге шиемізді құятын боламыз. Және закрывалкамен айландырып жауып шығамыз. Мінекей осылай бұрап жауып шығамыз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.